Сәлем. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мен сіздермен қысқа да нұсқа бір әдемі дұғамен бөліскім келіп жүр. Өзім әрдайым жасап жүретін, тілеп жүретін, күнде қай жерде жүрсем де, қай жерде болсам да балаларым үшін тілейтін өте бір мықты дұғам бар. Біздің көзіміздің нұры, өміріміздің жалпы жалғасы, жалпы мәні деп айтсақ болады, балаларымыз ғой. Сол үшін балаларыңызға үнемі тілеп жүретін бір жақсы қысқа да нұсқа дұғаны үйретейін. Өте мағыналы дұға. Бұл былай: Я Раббым, я Аллам, менің балам дейсіз де балаңыздың атын айтасыз. Мен оған разымын. Мен разы болғандай, Алла, сен де оған разы болшы. Әр күн сайын осы тілеңіз, дұғаны жасаңыз. Себебі Алла разы болған бала деген қандай? Алланың тыйғандарынан тыйылған, әке-шешесіне сүйкімді болған, қателік жасаса да күнә жасамаған адам зат баласының жалпы болмысында, адами тұрғыда мықты адамгершілігі бар адам болып қалыптасқан адамды Алла жақсы көреді. Оған адам да риза болады. Анасы разы болған бала деген осындай бала деп түйдім. Сондықтан мен әр күн сайын осы бір қысқа дұғаны жасаймын. Балаларыңызға разы болып жүріңіздер. Разы болатындай, риза болатындай ұлағатты ұрпақ тәрбиелейік. Тағы бір айтып жіберейін. Я Раббым, я Аллам, мен бәленше ұлы бәленбайға разымын. Мен разы болғандай, сен де разы бол. Тілек, дұға тілектеріңіз қабыл болсын.